Армысыздар қымбат достар, сіздермен бірге Мақсат, мен YouTube каналыма қош келдіңіздер. Достар, отбасы банкінен депозит сатып алып несие рәсімдеу анағұрлым қолжетімдірек болды. Үлкен өтініш, Мақсатпен YouTube каналына тек қана бұл бейнероликті қарамай, басқаларын да көріп қойсаңыздар, былай оң қарай жылжытып видеоны бассаңыздар, 180-нен астам пайдалы баспанаға байланысты бейнероликтер бар. Подписка жасап қоюды ұмытпаңыздар. Бүгінгі тақырып отбасы банк арқылы онлайн депозитті сатып алғанын тиімді қандай қырлары бар. Енді депозитті сатып алу ЖСБ24 сайты арқылы жүргізіледі. Міндетті түрде осыны біліңіздер. Ана WhatsApp группаларда жазып жүреді, одан кейін OLX-та жазып жүреді, отбасы банкінің депозитін сатам деп. Оған сенбеңіздер. Арнайы сайт арқылы тек қана жүзеге асатын болады. Енді депозитті сатып алар кезде ақша міндетті түрде текущий счетта болу қажет. Егер сіз өзіңіздің депозитіңізде 50%-ға қажет ақша бар болып тұрса, енді сіз жай ғана рәсімдей қоймай, арзан пайызбен депозит сатып алып рәсімдеймін десеңіздер, онда депозитті сатып алуға кететін шығын ақша сіздің арнайы текущий счетыңызда болу қажет. Енді бұл жерде қосымша айта кететін мәселе, әрине енді міндетті түрде меніңше отбасы банкінің жақсы бір мамандармен немесе осы салада қызмет көрсететін адамдармен кеңескендеріңіз жөн болады. Тек қана депозит сатып алатын ақшаны салып қойсаңыздар, ол жетпей қалуы мүмкін. Себебі сіздер тек қана вознаграждение сатып алмайсыздар ғой. Депозитта қосымша үлкен ақша көлемде жатады. Ол бостан-бос жиналмайды ғой, дұрыс па? Сондықтан міндетті түрде текущий счетқа тек қана депозит сатып алатын ақша емес, қосымша тағы да белгілі бір көлемде сома болу қажет. Енді депозитті сатуға шығару үшін сізде кемінде 100 МРП болу қажет. Бүгінгі таңда 2022 жылы 1 МРП 363 теңге, 306.300 теңге. Минималды 8.000 сыйақы болу қажет. Шотыңызға 500 теңге салып, бір ай ұстап оны сатып жүру деген мәселе жоқ. Сізге 8.000 сыйақы жинау қажет. Арест, залог болмау керек. Кімдер қатыса алады, кімдер сатып алады? 18 жастан асқан Қазақстан Республикасының азаматтары, жеке кәсіпкерлер, вид на жительствосы бар адамдар. Бірақ ескере кететін жайт. Мына вид на жительствосы бар адамдар депозит сатып алатын болса, госпремия мемлекетке қайтарылады. Енді және де міндетті түрде отбасы банкінің интернет банкингінде тіркелулеріңіз қажет, текущий счет, депозит ашып алуларыңыз міндетті. Тағы да айта кетемін, депозиттарыңызда 50%-на жеткілікті болып, депозитпен қосымша депозит сатып алам деген түсінік қалыптасып жүрмесін сіздерде. Депозитті сатып алу қажет ақшаны міндетті түрде текущий счетқа салу қажет. Кімдер қатыса алмайды? Аффилированный лица. Енді аффилированный лица деген ол банктық салада кездесетін термин. Көбінесе ол мысалға отбасы банкының акционерларына теңестірілгендер, солардың жақын туыстары. Енді отбасы банк бәйтерек дегенде бәрі кіреді соның ішіне. Қосымша юрлица, ЧСИ және нотариустар. Енді қазір мен сіздерге түсіндіремін, депозит сатып алған жақсы қыры неде. Мен өзім кеңес беру барысында міндетті түрде, даже осы уақытқа дейін депозит қымбат болған кезде де депозит сатып алғызатынмын. Себебі депозит сатып алған анағұрлым арзанырақ болады. Егер де отбасы банк арқылы 50-50 рәсімдейін деп тұрсаңыз, жинап жүрген ақшаңыз болмаса, бірден ақшаны салдыңыз, несие рәсімдейін деп тұрсаңыз, ешқандай жағдайда бірден аралық займды рәсімдемеңіздер, достар. Ол сіздер үшін өте тиімсіз. Депозит сатып алыңыздар. Депозит сатып алсаңыздар, ұтасыздар. Еще қазір депозиттің сатып алатын ақшасы тиын болып қалды. Вообще керемет ұтасыздар. Мен қараңыздар. Жалпы отбасы банкінде, енді ол жөнінде бейнероликтер мен YouTube каналым бар. Тұрғын үй займ, арал займ, алдын ала займ. Не себепті біз депозит сатып аламыз? Чтобы тұрғын үй зайымды рәсімдеу үшін. Тұрғын үй зайымына былай жету үшін ол міндетті түрде 50%-ын жинау қажет, опыны 16-ға жету қажет, 3 жыл жинауыңыз қажет, сөзіңіз 3,5%-бен табыс көрсетпей несие рәсімдейсіз. Былай өзіңіз жетсеңіз, ал егер олай жеткіңіз келмей бірден тұрғын үй зайымын рәсімдегіңіз келсе, онда сіз депозит сатып аласыз. Ол жағдайда бірақ табысты міндетті түрде растайсыз. Мінекей достар. Депозит сатып алуға болады. Міне. Доход болу керек сіздерде. Міндетті түрде табыс болу қажет. Және де шотыңызда 50% жарна қосымша сатушының үстемесі болу қажет. Шотыңызда. Міндетті түрде 50% мысалға депозитте жатыр делік, қосымша арнайы шотта сатушының үстемі және де қажетті үстіне сома жату қажет. Немесе шотыңызда 30% жатыр, ар жағында 20% сатушының үстемесімен сізде арнайы шотта жату қажет. Жарайды ма? Былай жасайықшы жалпы. Егер депозит сатып алғыларыңыз келсе, бірінші өздеріңізде ондай
опытта болмаса, бұрын тәжірибеде, отбасы банкі маманына барасыз. Қолымда мен 50% ұстап тұрмын. Бірден бәрін депозитке сала салмай. Не істейін? Қаншасын депозитке салайын, қаншасын арнайы шотқа салайын. Сол кісі айтып береді сізге. Арнайы шотқа мынандай сома сатыңыз, себебі біз депозит сатып аламыз дегендей. Одан кейін көбісі айтады, бағанағы историяны қарамайды, тағы да басқа. Жоқ, достар. Историяны міндетті түрде қарайды. Кредитный историяңыз жақсы болу қажет. Енді депозиттің бағасын қалай анықтаймыз? Договорная сумма үйдің бағасы көбейтілген 16-ға, бөлінген 1000-ға. Осылай вознаграждение шығарып аламыз. Бағана сатып аламыз дедік қой. Үстемақы деп тұрғанымыз сол вознаграждение үстінен қосылатын. Яғни 20 миллион үйін алатын десе, көбейтеміз 16-ға, 1000-ға бөлеміз, бізге 320 мың вознаграждение қажет. Қосымша бұл жерде ескере кететін жайт, бағанағыдай депозит сатып алғанда бір үстемақы бересіздер. Қосымша бағанағы банктың комиссиясы бар 0,5%. Енді мысал, Мұхтар 20 миллионның пәтерін алайын деп отыр. 10 миллионы қолында бар. Плюс 320 мың теңгені бұл кісі не істейін деп отыр? Вознаграждение сатып алайын деп отыр. 320 мың теңге вознаграждение сатып алайын десе, қосымша үстінен 320 мыңға төлейді. Керемет емес пе, достар? Бұның алдында егер 320 мыңға вознаграждение алайын десе, онда 4-ке көбейтілетін. Елестетіп көріңіздерші, енді осының алдында даже сол кездің өзіне депозит сатып алу тиімді болып жүрсе, қазір вообще идеалды ғой. Яғни плюс 0,5% банктың комиссиясы 3 жыл мерзім бар, депозит сатып алыңыздар. Міндетті түрде. Міне, осыны ескере кетіңіздер, достар. Депозит сатып алатын кезде өздеріңізге қажетті вознаграждение, өздеріңізге қажетті мерзім аласыздар. Жалпы бұл бейнероликтің посылы неде? Депозит сатып алып ипотека рәсімдеген, бірден келіп ипотека рәсімдегеннен анағұрлым тиімді болады. Яғни тағы да айта кетемін, ақша текущий счетта болу қажет, депозитта өздеріңізге бағана айттым ғой. 30% депозитта, 20% текущий счетта болады, депозит сатып аласыздар. 100 МРП-дан асуы тиіс, 8000 сыйақыдан асуы тиіс. Кімдер қатыса алады айттық. Енді жалпы несие алатын адамдардың бір 80% дәрежеде қатыса алатыны көрініп тұр. Тұрғын үй зайымен бірден рәсімдейсіздер. Керемет емес пе? Бірден банктың өзінің процентін төлей бересіздер. Яғни өзіңіздің несие бойынша. Бағана аралық зайым секілді бос проценттар төлеп отырмайсыздар. Мысалда 18 ай, 3 жыл дегендей. Бірден өздеріңіздің несиелеріңізді төлеп көресіздер. Мына жерде сіздерге көрсетіп отқандай. Қараңыздаршы. 20 миллионға несие алып отыр, өзінің қалтасынан ары кетсе, шығын ретінде 320 мың ақ теңге кетті. Шығын ретінде, себебі 320 вознаграждение келеді. Міне. Зато бірден тұрғын үй зайым рәсімдеді. Отбасы банкінде осы үшін үлкен алғысымызды білдіреміз. Бұл өте үлкен бір инновациялардың бірі болды. Алдындағымен де тағы да айтам тиімді етін, бірақ қазір анағұрлым тиімді болды. Сондықтан мақсат сіздерге ипотека рәсімдейтін кезде 100%, даже 99,9 демей, ипотека рәсімдейтін 100% депозит сатып алып, ипотеканы рәсімдесеңіздер, анағұрлым тиімді болады екен жеткізеді. Сол достар, жалпы бейнеролик ұнады деп ойлаймын. Достарыңызға, жақындарыңызға таратыңыздар. Мақсатпен YouTube каналына тіркеліп қойыңыздар. Бұл каналда 180-нен астам пайдалы бейнероликтер бар. Әр қазақстандық баспаналы болсын, мақсатпен мақсатқа.